Атақты вайнер және кәсіпкер Жека отбасын құрды. Так долго ждали и волновались. Я чувствую, как ты меня любишь и ценишь. Запоминаю все и замечаю твою заботу и уют. Бұл бір жаңалық емес, дегенмен де бүгінгі видеода жалпы осы Жеканы басқа қырынан өзім танығандықтан сіздермен бөліскім келіп отыр, және осы бір психологиялық разбор арқылы көптеген сіздерге шынымен пайдасы тиетін ақпараттар айтылатын болады. Себебі бұл тұлғаны мен өз басым бір үнемі күліп жүретін, бір жеңілтек, бір особо бір ақылы тасып жатқан адам деп ойлаған жоқпын, шынымды айтайын. Когда-то в Таразе была установка, девушка должна слушаться, потому что если не будет слушаться, пацаны не поймут и будут считать тебя слабым звеном. Это было актуально когда-то, но я сейчас уже в своей жизни, это не актуально, кому ты что показываешь, кому что доказываешь, какая разница? Бірақ та бұл жалпы адамды терең зерттегелі бері, осы отбасын құрғалы бері жалпы көзіме көбірек түсті. Неге орамал таққан қызға шықты, деген сияқты сұрақтар болды. Содан кейін қалай арықтады деген сияқты, қалай мақсатына жетті деген сияқты бір өзімді сұрақтар мазалады. Сол себептен де тамаша бір ақпараттарды тапқандықтан мен сіздермен осы видеода шын мәнінде бөліскім келеді. Жалпы каналымнан алыстамаңыздар, өте көп пайдалы ақпарат айтылады. Егер менің каналым ұнаса, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сонымен қатар егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Себебі мен күнде кешке барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Егер әрине видео пайдасын тигізсе, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Видеоның басында айтып өткендей, мысалға вайнерлерді қараған кезде біз көбінесе өмірде де сондай бір жеңілтектеу, күле беретін, болмайтын нәрсеге деп ойлаймыз ғой. Шын мәнінде адамның ішкі жан дүниесі мүлде бөлек болу әбден мүмкін екен. Сол себептен де менің ойым Жекаға деген өзгерді. Әрине оның алдында бір қатты көңіл бөлген жоқпын, бірақ бір бар екен ғой деген сияқты донерларын жеп, мысалға бір енді қатты мән берген емеспін, бірақ осы отбасын құрғалы бері неге мұсылман қызға шықты дегенде сұрақтар болды. Одан кейін былай көп деген интервьюларын оқыдым, жалпы өмір баян туралы оқыдым. Тараздың жігіті, қазақшаны өте жақсы біледі екен айтпақшы. Бұл жігіт жалпы өзін өмірде өте көп іздеген. Мен дейді, енді өмірде қиыншылық көрген ғой, содан басталған ғой барлығы. Жалпы бірінші ағасы қайтыс болған, одан кейін әкесі қайтыс болған. В общем, ешқандай тірегі қалмаған өмірде. Сол себептен де бар жауапкершілікті өзінің мойнына алып, жаңағы анасына көмек үшін көмектескісі келеді. Және бір кішкентай кезінде бір видеомен өлең айтып жатқан бір видеосын көріп қалдым. Сол жерде кәдімгідей өзі толық кішкентай, енді былай қарап тұрсаң бір әдемі жігіт емес, дегенмен де анау ішкі адамның бір уверенность, стержені болады ғой, сондай байқадым да. Жаңағы балалардың арасында бір лагерь ма, білмеймін, сондай бір өзіне сенімді, сондай бір әр сөзіне сенімді, айтып жатқан өлеңіне сенімді. Сонда енді мен бұл жерде кәдімгідей анасына алғыс айтқым келеді. Себебі адам шын мәнінде баласына қарым-қатынасы қандай болады, и оның өзіне де және айналасындағы адамдардың оған деген көзқарасы да тура сондай болады да. Енді мысалға былай қарап тұрсаң, адам көбінесе ондай қатты әдемі болмаса, ер азаматтар әсіресе бойы ұзын болмаса, толықтау болса, көбінесе қатты самооценкасы түсіп кетеді, елдің арасында ашыла алмайды, өзін өмірде жоғалтып алады деген сияқты да. Бірақ Жекада ондай жоқ, ол бала кезден жалпы өте сондай активный болған, соны байқадым. Және бір сұхбатында мамасына алғыс айтып жатыр да, сонда айтады, мен қандай ең әлемдегі ең бір болмайтын идея тапсам да, мені всегда қолдайтын дейді да, всегда көр балам, көр деп айтатын. Бұл шын мәнінде бала тәрбиесінде өте маңызды. Себебі біз жоқ, болмайды, қолынан келмейді, қойш, елдер құсап жүре беріш, үйтпеш, бүйтпеш, проблема создавать етпеш деп жүре береді ғой адамдар, көбінесе ата-аналар, қорқады. Осындай кезде бала дамымай қалады, жабылып қалады, рискке қорқады. Ер адам үшін рискке бару өте маңызды. Сондықтан да Жека ештеңеден қорқпай рискке де бара алады. Рискке барса да донерлерді ашқанын, қалай жаңағы қорыққанын, осы туралы көптеген ақпараттар айтылады жалпы ғаламторда. Қарап көрсеңіздер болады, қызық, пайдалы ақпарат көп.
Енді мен айтайын дегенім, бұл жерде тек қана бір не, ода басты қандай проблема болды, ол адамның айтқан сөзіне ере беру қасиеті болған. Қазір сонымен көп жұмыс жасап жатыр, және бұл өте үлкен плюс, яғни оны байқамайтын да, онымен жұмыс істемейтін де адамдар бар. Сол үшін мен өте қатты құрметпен қараймын осындай нәрсеге. Яғни ол айтады, мен бұрын дейді, сондай қатты толық болғам дейді, тамаққа қатты үлесім көп болатын, өйткені мен постоянно стрессқа түсіп кететін болмайтын нәрсеге. Неге? Өйткені менде ішкі стабильность, тұрақтылық болған жоқ дейді. Яғни мен бір адам бір идея айтма, соған кетіп қалатын. Өзімнің проектімді тастап, соңына дейін кетірмей, сондай бір әртүрлі неге кетіп қала беретін дейді. Сондай бір жеңілтек болатын дейді да. Ойым. Одан кейін мен уже 30-ға жақын мен түсіндім. Так, менде определенный мақсат бар, мен сол мақсатқа қадам-қадаммен жету керек. Және біреулер бірдеңе идея тастаса, мен уже бірден жүгіріп соларға қосылып кетпей, өзімнің нақты мақсатыма жететін болдым дейді. Мен дейді, осы күнге дейін ең қатты адамның бойындағы керек нәрсе, және ол ЖК-да бар, ол оны түсінген. Адам дейді, бойындағы өзінің денесін, сезімін қатты сезіну керек та. Егер біз соны сезіне алмасақ, біз өзімізді табу өте қиын болады. Және мысалға, ой, анау менікі сияқты, мынау менікі сияқты, мә, аналар нан жасап жатыр екен, аналар Қытайдан машина әкеп жатыр екен, аналар товар әкеп жатыр екен, аналар столовый ашып жатыр екен деген сияқты әртүрлі постоянно мынандай қобалжып жүреді да адам, томнаған барып, и соңында уже ештеңеге қол жеткізбеген, ананы кішкене біледі, мынаны кішкене біледі, сөйтіп өздерін жоғалтып алады көп жағдайларда. Және ЖК нақты соны түсінген, және қазір сонымен жұмыс жасап жатыр, нақты мақсаттарына жетіп жатыр, жауапкершілікті алып, отбасын құрды қазір, иә. Әйелі өте сұлу, өте ақылды болып көрінді маған. Енді былай тікелей өмірде білмеймін дегенмен де ЖК-ға өте жақсы келетін сияқты. Және көбісі айтып жатыр, сұхбат нелерін, комментарийларын оқысам, ой, байлық үшін тиген шығар деген сияқты. Жоқ, қыздар, негізінде қыздың өзі де өте жақсы тұрады. Және әкесі жақында қайнатасы өте қымбат машина, көлік сыйлады күйеу баласына. Сондықтан да ондай нәрселер артық деп ойлаймын. Жалпы кез келген адам отбасын құрған кезде ол қандай мақсатпен құрса да, ол өмірде қандай да бір сабақ алу үшін. Жалпы біз ойлаймыз, бұл дүниеге біз ойбай тек бақытты болу үшін келеміз деп. Жоқ, бұл дүниеге біз шын мәнінде сабақтарымызды өту үшін келеміз. Определенный сабақтар бар. Біз соны өткен кезде біз мақсатыма жетеміз. Яғни біз Алланың бізді жіберген миссиямызды дұрыс орындаймыз деген сөз. Ол көбісі ойлайды, миссия ол тек қана өзіңді өмірде табу деп. На самом деле нет. Сенің отбасы құрған кезде, осы кезде самый үлкен балалық травмаларың ашыла бастайды. Осы кезде нағыз өзіңді тани бастайсың. Осы кезде басқа адамды түсінуді, сол екеуінің екі жартыдан шынымен бір бүтін болып кетуіне уақыт керек. Кез келген отбасына. Сондықтан да ол ЖК болсын, кім болсын, бірден бәрі күшті болып кетпейді. Ол қанша орамал таққан, сабырлы, күшті қыз болса да, все равно арада бір түсініспеушіліктер болады. Бірақ ЖК-ның осы бір сұхбатында осы отбасы бақыты туралы, әйелді сыйлау туралы көп күшті ақпараттар айтылады. Мысалға, мен енді көптеген жұлдыздардың сұхбаттарын былай қарап зерттеймін, өйткені мен психологиялық разбор түсіремін. Және мысалға, жаһанды тыңдаған кезде әйел қорқу керек, әйел тек қана еркектің айтқан жасау керек деген сияқты бір патриархалдық несі көп та, слишком стереотиптары. А вот ЖК-да кәдімгідей рухани тұрғыда өте терең, отбасына, өмірге деген көзқарасы өте терең болып шықты. Жалпы әйелдің ойын тыңдау, әйелмен аптада бір рет сөйлесіп тұру, бір-біріміздің мәселелеріміз болса айту деген сияқты нәрселерді өте көп қозғайды. Және сол нәрселері шын мәнінде өте менің жан дүниемде орын алды. Себебі мен соны әйелдерге насихаттап жүрмін. Және осы видеоны қарайтын жалпы отбасыларға насихаттап жүрмін. Сондықтан да пайдасы тиер жігіттердің бірі екен деп ойлап қалдым. Жалпы және мақсатқа жетер жігіттердің бірі. Сондықтан да осы отбасына, жалпы жаңа отбасы алдағы уақытта балалы болуларына, шын мәнінде мықты болып кетуіне, отбасының берік болуына шын мәнінде өте қатты тілеймін. Тағы бір өте маңызды нәрсе, мен жалпы өзімде айтам постоянно сол туралы. ЖК-да сұхбатында айтып өтті. Мына адам дейді, қандай қиыншылық көрсе де оның барлығын
жақсылық үшін деп айту керек та. Бізде де мысалы отбасымызда кейде болып қалады, бір жолдасымызға бір мәселені, үйде бір мәселелер болып қалса, ойланып отырамыз да, неге ондай сияқты болды деп. Сосын бірден коррекция жасаймын, неге емес, енді не істеуге болады әрі қарай, және бұл нәрсе бізге шынымен бір үлкен өмірлік сатыға шығу үшін, немесе шын мәнінде осы ситуация арқылы бір маңызды нәрсе түсіну үшін келді деген сияқты көз қараспен қарауға барынша атсалысып жүрміз. Және осы туралы ЖК да өзінің сұхбаттарында айтты, және шын мәнінде респект деп отырдым. Қатты бір мақтап кетті деп ойламаңыздар. Енді әр адамның өзінің бір минустары да болады, бірақ та өзімнің бір алған эмоциялармен бөлісіп отырмын, және сол ақпараттармен сіздермен де бөліскім келеді, өйткені ол өмірде өте маңызды дүниелер, айтылған нәрселер. Былай қарап тұрсаң кейде бір майда сияқты, бірақ соның бәрі майда нәрседен үлкен нәрселер басталады шын мәнінде. Және ЖК-ны мен шын мәнінде Уилл Смиттің Will деген кітабы шыққан еді. Сол кезде оқыдым, толыққанды оқып шықтым. Айтар сол кітапқа әлі обзор түсірмедім, қыздар, түсіруім керек. Сол жерде Уилл Смит пен ЖК-ның ұқсастығын байқап қалдым да. Неге? Өйткені Уилл Смит айтады, біздің үйде дейді скандал өте көп болатын дейді. Әкеміз жалпы қатал, анамыз да мінезі бар дейді. Сонымен постоянно скандал, бір-бірін түсінбейді, ұрсатта жүреді. Әкем өте қатал болатын, бізге де қатал болатын, әйеліне де қатал болатын. Сонда мен дейді, мынандай өзіме рөл тауып алдым дейді. Мен үнемі күліп жүретін бір сондай комедийный роль ғой, ода мысалға комедиялар түсіретін көбінесе. Қазір енді көбісі өзі комедиялар түсетін, қазір енді біраз басқа форматта да видеолар түсіре бастады. Өте терең фильмдері бар, сол жаңағыдай мен сондай рөл алып алдым дейді да. Яғни ол бір өзінің бір табиғилігі емес шығар да басында, бірақ кейде мен дейді сондай бақытсыз болып тұрсам да бақытты болуды андай рөлін алып аламын дейді да, кейбір кездерде дейді. Өйткені өмірімде де бір стресс кездері болады, қиыншылық кездері өмірімде көп болған. Сол прям ЖК-ға қатты ұқсайды. ЖК өмірде көп қиыншылық көрген, көп енді екі тірегін жоғалтып алу, анасына көмектесу, өте ерте есею деген нәрселер, бұл өте қиын дүние, сондықтан ер азамат үшін. Сондықтан да ол да кішкене вайн болғандықтан, күлдіріп жүретіндіктен кішкене сол рөлді кейде албаған сияқты. Тіпті өмірінде бір келеңсіз, онша емес жағдайлар болып жатса да, ол күліп жүруге, сол бизнесіне әсер тиіп кетпесін, көрерменім мені басқаша жағынан танымасын деген сияқты кейде бір сондай қырлары бар. Мен байқадым, өйткені соңғы аптада көп стористарын қарадым, видеоларын қарадым, және адамның көзінен көп нәрсе байқауға болады. Мысалға, адам бүйтіп күліп тұрып бірдеңе айтса да, бірақ ішкі жан дүниесінде бір проблема болып тұрса, көзінде жаңағы от болмайды да, бір не болмайды, свет болмайды дейді, жарық болмайды. И сондай моменттерін байқадым көп видеоларында, көп жалпы нелерінде. Сондықтан да жалпы енді вайнер болды, блогер болды, оңай емес. Барлық нәрселерді елге айта алмайсың, барлық нәрсе көрсете алмайды, тек жақсылығыңды, кейбір қырларыңды ғана көрсетесің. Былайынша, сондықтан да енді өзім блогер болғаннан кейін менде де мәселелер болып жатады, кейде менің де жылайтын күндерім болады деген сияқты ғой. Сол себептен де ЖК осындай рөлді алған сияқты емес, енді алған. Бірақ ол өзімен өте көп жұмыс жасап жатыр. Және мен осы видео арқылы не жеткізгім келеді, жалпы адам қандай қиыншылық келмесе де мойнына өзімен көп жұмыс жасаса, ол үлкен өмір мектебін өтеді. 5 алып шығады да. Бұрын Құралай ханның бір видеосында бұрындары осы жаңада хит болып келе жатқанда барлық нәрседе 5 алып, экзамен сияқты өмірде де 5 алып шығу керек. Сол ойымда қатты жатталып қалғанда, және өмірде бір 3-ке 4-ке оқып атсам, қой болмайды, өзімді зерттейін, оқиын деген сияқты өзіме мотивация берем. Сол себептен де сіздерге де соны айтқым келеді. Жалпы енді бүгінге айтарым осы, видео ұзақ болып кетті ма деп ойлаймын, уақытым примерно 10 минутқа жетіп қалды ау деймін. Мен енді айтайын деген ойым сол осында айтылған барлық маңызды ақпараттарды өздеріңіздің блокнотыңызға жазып алсаңыздар, бұл өмірде өте көп көмектесетін болады. Жалпы ЖК-ның әйел туралы көп ақпарат таппадым, көп түрінде жауап қояды, сондықтан да көп ақпарат жоқ. Дегенмен де алдағы уақытта бөлісіп жатармын деген үміттемін. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін, достар.